Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан экономикасы қандай деңгейде болды? Қандай жаңа зауыт, фабрикалар ашылды? 1958 жылы қандай маңызды оқиға болды? Байқоңырдың салынуының тарихи маңызы қандай? Аталған сұрақтарға жауап берейік. Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан экономикасы қандай деңгейде болды? Қазақстанда 1946 жылға қарай зауыттар мен фабрикалар қайта жанданып, өнеркәсіп орындары қайтадан іске қосылды. Жалпы КСРО бойынша ауылдар жанданып, қалалар қирандыдан тазартылды. Миллиондаған жауынгер бейбіт тіршілікке қайта оралды. Қандай жаңа зауыт, фабрикалар ашылды? 1946-1951 жылдары еңбекшілердің қалың топтарының күш-жігер, қажырлы қайрат көрсетуінің арқасында республикада болат прокаты, қара және түсті металлургия, тау-кен және көмір өнеркәсібіне арналған жасанды талшық өндіру жолға қойылды. Осы жылдары қара металлургия өндірісі кеңінен дамыды. 1947 жылы Өскемен Қорғасын мырыш комбинаты алғаш рет мырыш шығарды. Балқаш мыс қорыту зауытының қуатын арттыру жұмыстары жалғасты. Республикада көмір өндіру қарқынды дамыды. 1965 жылға қарай елімізде 19,5 миллион тонна көмір шығаратын өндірістік қуат іске қосылды. 1954 жылдан Екібастұз бассейнінің қалың қабаттарынан көмір өндіріле бастады. 1965 жылы Екібастұзда 14,3 миллион тонна көмір шығарылды. Республиканың батысында жаңа мұнай кәсіпшіліктері іске қосылды. 1954-1958 жылдары республикамызда 730 өнеркәсіп орны мен цехтар салынып іске қосылды. Олардың қатарында жезқазған кен байыту фабрикасы, Өскемен тау-кен жабдықтарын жасау зауыты, 1954 жылы іске қосылған Соколов-Сарыбай кен байыту комбинаты, Ақтөбе хром қоспалары зауыты, 1959 жылы ашылған Шымкент гидролиз зауыты, Қарағанды, Семей және Шымкент цемент зауыттары болды. Осының бәрі 1958 жылы Қазақстанға өнім шығаруда одақтас республикалар бойынша 3-ші орынға шығуға мүмкіндік жасады. Алайда, күштер мен ресурстардың ауыр өнеркәсіпте шектен тыс шоғырлануы, адамдардың қалаға ағылып келуі, әлеуметтік саясат пен халықтың тұрмыстық деңгейіне елеулі әсерін тигізді. 1958 жылы қандай маңызды оқиға болды? 1958 жылы тамызда Қарағанды облысы Теміртау қаласында кеңестік жүйеге қарсы бас көтеру болды. Оның себебі Теміртауда металлургия комбинатының салынуы екпінді комсомолдық құрылыс деп жарияланған соң 1958 жылдың соңына дейін облысқа 132 мың адам келді. Жаңадан келушілерге тұрғын үйлер жетіспеуіне байланысты жұмысшыларды шатырларға орналастыруға тура келді. Аталған кемшіліктер жұмысшылардың заңды наразылығын туғызды. Тамыздың 1 күні бір топ жастар көпшілік тамақтандыру орындарында ашық наразылық білдірді. Нәтижесінде Теміртау жұмысшыларының ұйымдастырушылары сотталды. Соған қарамастан әлеуметтік мәселелерге деген наразылық әрі қарай жалғасты. Осы кезеңде өндірісті басқаруды жетілдірудің, ғылыми техникалық прогресс екпінін жылдамдатудың, ауыл шаруашылығының артта қалуын жоюдың жолдары қарастырылды. Экономиканы экстенсивті түрде дамытуға алынған бағыт Қазақстанды КСРО-ның еуропалық бөлігі үшін шикізат көзіне айналдырды. Республика аумағында алып өнеркәсіптік құрылыстарды жүргізген орталық ведомстволар, одақтық министрліктер волюнтаристік шараларды жиі қолданып, әлеуметтік базаны дамыту мен экологиялық теңдікті сақтауды ескермеді. Байқоңырдың салынуының тарихи маңызы қандай? Байқоңыр әлемдегі тұңғыш әрі ең ірі ғарыш айлағы. Ол Қызылорда облысында орналасқан. Әскери мақсаттарға арналған ғарыш айлағының негізі 1955 жылы қаланған. Байқоңырдан 1961 жылы 12 сәуірде адамзат тарихында Юрий Гагарин Восток ғарыш кемесімен тұңғыш рет ғарышқа аттанды.
1991 жылы 2 қазанда тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров Союз Т-13 ғарыш кемесімен Байқоңырдан ғарышқа көтерілді. Ресеймен бірлескен бағдарлама бойынша қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет 1994, 1998, 2001 жылдары болды. Байқоңыр ғарыш алаңы 1991 жылы Қазақстан Республикасының иелігіне өтіп, 1993 жылы Ресей Федерациясына 20 жылға жалға берілді. Байқоңыр кешенін пайдаланудың экологиялық зардаптары байқалды. Байқоңыр кешенінен Қазақстан Республикасы аумағына жылына 30-35 мың тонна улы заттар алады. Ракеталардан түскен қалдықтар Қарағанды, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарына зиян келтірді. КСРО ядролық сынақ полигондарының бірі аса маңызды стратегиялық нысан болды. КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылған болатын.